DJ Tay. Достар, сендер өте керемет сапалы превью мейкер, сапалы дизайнер табам десеңіздер, мен сендерге Фрайнның дизайн группасын ұсынамын. Достар, бұл бала өте кереметтей жұмыстарын жасайды. Достар, міне превьюі, міне викстелде авасы. Достар, осындай авалар ұнаса, осы балаға жазып, сізмен алып кетіңіз. Достар, бұл бала ешқандай кидок емес. Міне достар, осындай превьюлары өте әдемі жасайды. Достар, енді бұларға кіріп, осылай мен сияқты подписациямен уведомление қосып қойыңыз. Достар, мен бұған қалай жазамын десеңіздер, міне подробный информацияны басасыздар, и жаңа астында контакты бір дегенде Диас Оразбай деген бала тұрады. Осы балаға сообщение жазып, яғни өзіңіздің өте кереметтей заттарын жасап кетсеңіздер болады. Достар, ал достар, сіздерді күтемін. Давай достар, барып превью алып, ава шапка алып кетіңіздер. Let's go. Осынатын екінші арнам бұл достар, Делзи Таширгода. Достар, бұл арнада өте кереметті квалар мен өте кереметті тренкаларды көре аласыздар. Достар, интролар, өте кереметті комбалар көре аласыздар. Арнасында қимылмаса тіркеліп, қолдап кетеміз. Общем, ал біз видеомызға кеттік достар. Let's go. Досым, сен егер өзінің ВК группанды немесе каналында дамыта алмай жүрсең, онда менен спонсорка алып кет. Бұл спонсорка, яғни мини конкурсқа спонсорка. Бағасы 150 теңге, сіздің каналыңызға 30 немесе одан да көп өте керемет подписчиктер баруы мүмкін. Егер өзіңізге спонсорка қалағыңыз келсе, менің ВК желілерім бар. Жалғыз ВК емес, WhatsApp, тағы да басқа өте керемет желілер бар. Қай желі сізге қызық, сол желіде маған жазып спонсор алып кетіңіз. Ал let's go, видеоға кеттік. МКП қауым, сіздермен бірге мәтек деген 10 достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте кереметтей, прямо осы видеода көргендеріңіздей, мен бүгін сіздерге, яғни өмірлік оқиғамды айтатын боламын. Достар, егер сен, дәл сен арнаға жаңадан келген болсан, менің арнамды жаңадан көріп отырсаң, онда неге сен лайк басып тіркелмеске? Давай досым, тез менің тіркеліп, менің арманыма бірге жетейік достар. Енді достар, осы видеоға достар барынша лайк бассаңыздар, яғни бүгінгі видеода мен сіздерге өте керемет өзімнің қалай машина қағып кеткенім, және неше рет аварияға, құдай сақтасын, енді қалай мен неше рет машина қағып кеткенім бәрін айтатын боламын достар. Достар, келесіде бұдан да өте қызықты, өте прям жесткий нелер болады, яғни өмір баяндырып отырсын достар. Осы видеоға 120 лайк жинап тастаңдар достар, себебі 120 лайктан кейін сіздерге өте мықты өмірлік оқиға айтатын боламын. Ал видеоға кет достар. Let's go. Тіркел, лайк басыңдар тез. Let's go. Две полосы, и тебя даже не знаю по имени, но забрала с тобой скорость. Достар, міне біздің өте керемет каткамызға да келіп жеттік достар. Мен сіздерге бүгінгі видеода жаңа айтқандарымдай мені қалай көлік қағып кеткен туралы айтатын боламын. Достар, енді мен айта бастай берейін. Достар, мен деген күнделікті уақытта, яғни әділетте жазу уақытында, яғни сабақ бастан жатқан кезде шілделерде шілделерде осы біздер деген, яғни күнделікті отбасымызбен, яғни дүкенге барамыз, дүкенде күнделікті нәрседе азық түлік анау-мынау аламыз, балдар, сондай аламыз. Сол алған уақыттарда біздер деген ойбай келме. Зачем? Балдар, зачем жасап даладынан. Біздер деген сол уақыттарда күнделікті азық түлік алып жүрген кезде мен мама бізге заттар анау-мынау алып кеткен кезде мен ойланып келе жатамын, мектепте не болады екен, не алсам болады екен, анау-мынау деген сондай күнделікті ойда жүремін. И сонда жүрген кезде достар, мен деген, яғни өзім сол несеп болғаннан кейін сондай уақыттарда, сол уақытта мені машина қағып кетеді, яғни қаққан кезде мен деген кәдімгідей ойланып кетіп, қалай қағып кеткенін өзім түсінбей қалдым. Еще сәл тойнап кеттім достар.
ондайға өйтіп күлудің қажеті жоқ балдар, себебі біреуге күлме досқа келер басқа дейді ғой. Өйтіп күлудің қажеті жоқ достар. Мен сәл айналып кеттім, кәдімгідей өзім түсінбей қалдым қалай айналғанымды. Ой, анау кәдімгідей біртүрлі болып қалдым да, кәдімгідей басым айналып, кәдімгідей жаман қылып кеттім. В общем, сол құлаған кезде мен деген кәдімгідей өзімді түсінбей қалдым, не болып жатқанын түсінбей қалдым. И мені де больницаға апарды. Больница апарғанда мен тексертті де, жарты айдай сол больницада жаттым, иә балдар. Сол больницада жаттым. Сол больницада жатқан кезде біртүрлі өзімді кәдімгідей жаман сезіндім, иә. Сол достар. Сол қақып өткеннен кейін ол адамға штраф салды, яғни штраф салғыздырды. Сөйтіп штраф салғыздырғаннан кейін арада 3 ай өтті. Мені 2 рет қақып кетті. Сол 3 ай өткеннің ой, блин, Лука Дрочелев екен. Сол атып кет, ойбай, атып кет деппін ғой. Мені қақып кетті. 3-ші рет мен, Абу деген досым бар, яғни Абу деген бұрын дос болған, қазір өйтіп онша араласпаймыз, иә. Сол досыммен, яғни досым дегенде қазір дос емес, сол соның үйіне барып, күнделікті ойын ойнап, сол тығыспақ ойнаймыз, ананы ойнаймыз, футбол деген ойындар ойнаймыз. В общем, сол кезде негізі қыс болатын, иә, қыс болатын. Сол қыста мен деген, яғни күнделікті Абудың үйіне барам, бара жатқан кезде, ол бір күні ауырып қалады, иә, ауырып қалады. Сол кезде әжесі айтады, ол ауырып жатыр, бүгін ойнай алмайды, ертең ойнауы мүмкін деп айтады. Сосын мен ойладым, яғни ой, блин, мына өрді бір так, блин, балдар, мына күтім. Блин, балдар, в общем, сол қайтып, сол кетіп бара жатқан кезде, ол үйінде болмағаннан кейін мен ауырғаннан кейін кетіп қалдым. Кетіп бара жатқан кезде дәл шетінен мені бір машина қағып кетеді. Екінші рет қағады. Енді Құдайға шүкір, аманмын, иә. Енді сіздер де ондайға ұрынбауларыңызды тілеймін. Ешкімнің өйтіп өліп, қатты жарақат алған өйтіп тілегім келмейді, себебі мен өзім басымнан ондай жағдай өткеннен кейін достар, мен ешкімге жамандық нәрсе тілегім келмейді балдар, иә. Сол кезде мен, яғни қайтсам болады, сол кезде мен деген, яғни өзім екінші түскен кезде қатты аяғымды ауыртып алдым, иә. Ол аяғымда жырықтар пайда болды, андай көгерген сондай жаралар болды. Сол ауырғаннан кейін кішкене больницаға көріндім. Бірақ ол жақта жатқан жоқпын, жай ғана тек көрініп, кішкене мазалар берді, жаңағы жазып берді, осындай аласың, осындайды күнде мынандай кезде жағасың, мынандай кезде үйтесің, сөйтесің деп сондай берді да. И мен анау аяқтады деймін. Я, мен деген соны жағып, әйтеуір Құдайға шүкір, аяғым ауырғаны қойдым. Енді достар, осы видеоны не істегелі мен, яғни ойландым кәдімгідей. Бұны айтуға болады ма екен, анау деген сияқты ойларға баттым. Достар, енді келесі, яғни қандай келесі өмірбаяным шықсын десеңіздер, осы видеоға давайте 20 лайк жинап тастайық достар, иә. Енді ана видеоға достар, сіздер деген кәдімгідей просмотрда жинатқансыздар, красавчик, в общем. Енді сол, яғни не істегеннен кейін, яғни сол неге риза болдым, иә. Енді достар, сіздермен болған мен онтик достар, в общем, осы видеоға 20 лайк, содан кейін мен сіздерге өте кереметтей өмірбаян істеймін. Ал давайте достар, пока-пока, чао.